17 жыл кәсіби футболшы болған Режеп Тайып Ердоған саясат алаңында да тепкен добы дәлдеген қақпасына дөп түсіп жүрген бірегей саясаткерлердің бірі. Әлемдік саясаттың биік мінберлерінен әділдік ережелері мен әлсіздердің хақы туралы қанатымен отқа су сепкен қарлығаштай шырылдап жүрген де дәл осы Режеп Тайып Ердоған. Дүниеде тұлғасы танымал Режеп Тайып Ердоғанның «Бұдан да бір әділ әлем бар» деген кітабының жарық көргенін біреу білсе, біреу білмейді. Сол себепті қазақ тілді ағайынға осы кітаптың мазмұнына шолу жасап беруді ниет еттім. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дегендей, бұйырып, сіздің де менің де бағыма орай зәулімде салтанатты сұлтандар сарайына бергісіз, іші құнды байлыққа толы президенттік мемлекеттік кітапханада отырып, кітап туралы баяндап беру бұйырды. Кітаппен қатар кітапхана туралы да бірер ақпарат беремін. Бұл кітапхананың өзіндік хикаясы бар. Кітапхана құрылысы 2015 жылы Режеп Тайып Ердоғанның мұрындық болуымен басталған. Түркияде ең үлкен, ал әлемде алыптығы бойынша екінші орын алатын бірегей кітапханалардың бірі. Бұл кітапхананың хикаясы Режеп Тайып Ердоғанның балалық шағындағы алғашқы арманымен байланысты. Ол туралы Режеп Тайып Ердоған былай деп айтады: бұл мен сатып алу үшін апталап еңбек еткен 8 томдық кітаптың хикаясы. Сол кітаптарға қараған сайын кітапхана армандаған бала есіме түседі. Қазіргі кітапханамда ол кітаптар төрде тұр. Оны парақтағанда балалығымның, анамның иісі шығады. Өзіме үнемі айтатыным, адам армандауын тоқтатпауы керек. Сонымен Режеп Тайып Ердоғанның кітабы адамзатқа не айтқысы келеді? Режеп Тайып Ердоғанның қаламына арқау болған кітапта әділетсіздік, сыбайлас жемқорлық, босқындар дағдарысы, таяу шығыстағы оқиғалар, халықаралық лаңкестік пен исламофобия сияқты жаһандық мәселелер тарау-тарауға бөлініп, талқыланып, артынша оларды шешу жолдары көрсетілген. Режеп Тайып Ердоған Біріккен ұлттар ұйымының жиналысында біз дүние бестен де үлкен деген шындықты әр заман халықаралық қауымның есіне саламыз және есіне салып та жүрміз. Бұл 5 мемлекеттің екі ернінің арасына бүткіл дүниені қамап қоя алмайсыздар деп айтқан болатын. Әңгіменің басын ашып айтатын болсақ, әлемдік бестік деп отырғаны ол Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше 5 мемлекет. Олар Қытай, Ресей, ақш, Ұлыбритания және Франция. Осы бесеуі халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеті жүктелген қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері. Енді қараңыз, Біріккен ұлттар ұйымының дәл осы қауіпсіздік кеңесінің шешімдерінің заңды күші бар, орындалуы міндет. Әйтпесем, Біріккен ұлттар ұйымында сіздер білетін бас ассамблея, әлеуметтік экономикалық кеңес, Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты дегендей басқа да органдар бар. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы деген. Бірақ олардың барлығының шешімі ұсыныс ретінде жүреді. Ал қауіпсіздік кеңестің шешімі заңды күші бар және Біріккен ұлттар ұйымына мүше бүгінде егемендігі, тәуелсіздігі бар 200-ге жуық мемлекеттің ұсынған шешімдеріне сол 5 мемлекет вето құқығын пайдалана алады. Вето құқығы дегеніміз ол шешімге тыйым салады деген сөз. Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесінің вето құқығы бар дедік. Яғни осы бесеуінің біреуі болсын қандай да бір басқа ел ұсынған, ұйым ұсынған шешімге, резолюцияға қарсы болса, ол шешім тоқтайды. Вето құқығын қолдану болса, ешқандай даулауға я дауыс беруге салынбайды. Дәл осы жерде Режеп Тайып Ердоған тек осы бесеуінің сондай артықшылыққа ие болуы заңсыз деп отыр. Кітапта айтылған әлем 5-тен де үлкен деген философияның мән мазмұны да сода. Әлемнің бүгіні мен келешегіне ықпал ете алатын осы 5 елдің аузына басқа 200-ге жуық елді қаратып қою дұрыс емес деп айтады Режеп Тайып Ердоған. Кітапта тұрақты және әділ әлем құру үшін Біріккен ұлттар ұйымының міндеттерін қайта құру керектігі баяндалады. Ол үшін адамзат дамуының шынайы жол картасы сызылуы қажет, дейді Режеп Тайып Ердоған.
Осы кітабында Режеп Тайып Ердоған халықаралық саясат мінберлерінен жиі айтып жүрген халықаралық қосстандарттылықтан, яғни қарабайыр тілде айтқанда екіжүзділіктен, саясаттағы екіжүзділіктен айырылу керектігін жиі айтады. Мысалы дейді, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде әлем халқының елеулі бөлігін құрайтын мұсылмандардың бірде-бір тұрақты өкілі жоқ дейді. Иран, Ирак, Палестина, әсіресе Сирия туралы шешім қабылдаған кезде бұл шешімді ислам елдері емес, Біріккен ұлттар ұйымының 5 тұрақты мүшесі қабылдайды. Режеп Тайып Ердоғанның ойынша, әділдік үшін осы тұрақты мүше 1 жылда я 2 жылда барлық 193 мүше мемлекеттер арасында кезек-кезек ауысып отыру керек. Сонда ғана әділдік болады дейді. Әр елдің әлемді басқаруда өз пікірін айтуға құқығы болу керек дейді Режеп Тайып Ердоған. Адамзат тарихындағы ең үлкен қасірет Сирияда орын алып жатқанда еш нәрсе істемей тұрған мекеменің адамзат алдындағы жауапкершілігі үлкен. Олай болса, бұл жерде әділдік жоқ дейді Режеп Тайып Ердоған. Израиль барып Газаға соққы бергенде, онда мыңдаған балалар мен әйелдер қырылды. Дәл осы кезде Біріккен ұлттар ұйымы үндемеді. Демек, әділдік жоқ. Шешім қабылдау тетіктерін өз қолында ұстаған халықаралық жүйенің өкілдері жауапкершілікті басқа елдерге жүктей алмайды деп айтады Режеп Тайып Ердоған. Біріккен ұлттар ұйымынан бөлек халықаралық қауіпсіздік пен бейбітшілікке жауап беретін басқа да халықаралық құрылымдардың ішінде шиеленіс пен қақтығыстар бар екенін де Режеп Тайып Ердоған айтып өткен. Мысалы, Еуропалық одақтың өзінде, НАТОның өзінде мүшелерінің арасында келіспеушіліктер жиі кездеседі. Сонымен қатар Режеп Тайып Ердоған жаһандық басқару мәселесінің тек қауіпсіздік және саяси ұйымдармен шектелмейтінін айтып, халықаралық валюта қорының да басқа елдердің қаржылық құрылымын реттеуді тоқтатуы керектігінде атап өткен. Егерде әлгінде айтылған 5 мемлекеттің вето құқығы жойылмаса, ешқандай да реформаның, ұсыныстың нәтижесі болмайтынын айтады. Біріккен ұлттар ұйымын әділ етіп, тиімді етіп қайта құрудың негізі ол 5 мемлекетті вето құқығынан айыру деп көрсетеді Режеп Тайып Ердоған. Егерде сандармен сөйлейтін болсақ, Біріккен ұлттар ұйымының тарихына қарайтын болсақ, вето құқығы ең маңызды мәселелерде оңай қолданылған. Мысалы, қауіпсіздік кеңесіне ұсынылған 2446 резолюцияның 249-на вето қойылған. Оның 112-сін Ресей, 81-ін Америка, 29-ын Англия, 16-сын Франция, 11-ін Қытай пайдаланған. Басқаша айтқанда, үстелге келген мәселелердің 10%-ға жоғын бір немесе бірнеше тұрақты мүшелердің ветосы арқылы нәтижесіз қалып отырған. Қалған 90%-ға алданып қалмаңыз дейді. Себебі ол шешімдер ешқандай да маңызды мәселелер қатарына енбейтін жай шешімдер. Өкінішке орай, бұл статистикаға енбеген жүздеген мәселелер вето құқығын пайдалану қаупіне байланысты кеңеске келу мүмкіндігінен де айырылған. Көптеген саяси және стратегиялық мәселелер бір немесе бірнеше тұрақты мүшелердің жабық есіктің артында вето қоятынын мәлімдегеннен кейін үстелге келмес бұрын аяқталады. Дүниежүзілік саясатта ондаған тақырыптар шешімін күтіп тұрғанымен, қауіпсіздік кеңесіндегі осы ойындардың арқасында Біріккен ұлттар ұйымы жұмыс істемейді және әлем бейбітшілігіне қатысты мәселелердің шешімін таба алмайтын әлсіз ұйымға айналды. Режеп Тайып Ердоғанның «Бұдан да бір әділ әлем мүмкін» деген кітабында Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қалыптасқан халықаралық бүгінде шайқалған дүниежүзілік саясатты реттеуге арналған халықаралық институттар күннен күнге жұмыс істемейді. Әділдік атымен жоқ деген тұжырымдар айтылады. Күннен күнге бұл институттарға мемлекеттер сенім артуын жоғалтқан дейді. Өкінішке орай, Біріккен ұлттар ұйымының бүгінгі күн тәртібінде
вето құқығын алып тастау туралы ұсыныс әлі күнге дейін жоқ. Ал Режеп Тайып Ердоғанның ойынша Біріккен ұлттар ұйымының бүгін дұрыс емес қызмет етуінің негізінде жатқан ең негізгі мәселе ол вето құқығы. Бұл орайда Режеп Тайып Ердоғанның ұсынысы ол Біріккен ұлттар ұйымы реформасының алғашқы қадамы вето құқығын жою керек деп санайды. Жаңа Біріккен ұлттар ұйымы жан-жақты және әділдік принциптерін ұстанатын болып құрылуы керек. Ал оны қамтамасыз ететін ол бас ассамблеяның заң шығарушы орган болуы, ал қауіпсіздік кеңесінің атқарушы комитетке айналу керек дейді. Осы екі қадам орындалғанда ғана әлемде шешілмейтін мәселе жоқ болады дейді. Реформаға қатысты барлық басқа мәселелер осы екі қадам жасалғаннан кейін шешімін міндетті түрде табады дейді Режеп Тайып Ердоған. Менің түйгенім, кітаптағы басты ой Режеп Тайып Ердоғанның айтуынша ол әлемнің 5-тен де үлкен екендігі. Сол 5 елдің қас-қабағына, мүддесіне басқа бүткіл 200-ден аса мемлекетті жегіп қоюға болмайды. Табанды түрде айтамыз, әлем 5-тен үлкен. Балалар өлетін, балалар өлтіретін әлемде ешкімде жазықсыз болмайды дейді Режеп Тайып Ердоған. Сол балаларды осы кітапты сүюге, алға білімге жетелейтін жағдай жасаған Режеп Тайып Ердоған әрине өзекті тұлға. Оның тұлғасы көп адамды, көп ұлт өкілдерін қызықтырады. Мысалы, мына Түркиядегі ең үлкен кітапхана осы жер, ал әлем бойынша ең үлкен кітапханалардың бірегейі. Балалар бөлімінде 25 мыңға жуық кітап бар екен. Аудио кітаптар бар. Бұл жерде тек қана кітап оқымайсыз, апта сайын өткізетін ойын шаралары бар. Балаларды кітап оқуға деген, білімге деген құштарлығын оятатын. Балалар мұнда арнайы мультфильмдер, видеолар қызықты көре алады. Аудио кітаптарды тыңдауына да мүмкін. Балаларға барлық жағдай жасалған. Бұл жерге бала жасы шектелмеген. Кішкентай баланың бәрі таныса да, танымаса да бәріне бірдей дамуына арналған неше түрлі кітап бар. Көріп отқандарыңыздай керемет. Іші жиһаз, бала қызығатын жағдайдың бәрі бар. Ауыр ойдан арылып, біраз кітапхананың ғажаптарына келсек, кітапхананың барлық қабатында осындай тегін шай, сорпа, кофе үлестіретін тынығу, тамақтану алаңдары бар екен. Бұл қызметті кітапхана 24 сағат бойы, күніне 24 сағат бойы көрсетеді. Келген оқырмандарға тіркелудің, арнайы рұқсаттың еш қажеті жоқ. Тек кірген кезде жеке куәлікті көрсетсе ғана болғаны. Достар, түрікше икрам дейді. Мына жерде кітап оқуға келген қонақтарға, оқырмандарға осындай тегін сорпа, нан беріледі. Мержимек сорпасы, дәмін көрейік, ал бісмілда деп. Өте дәмді. Әлемдік саясат өкілдері Режеп Тайып Ердоғанның кітабын жақсы қабылдады, түрлі пікірлер айтылды. Кітаптың жарнамасы әлемдік мегаполис, Лондон, Нью-Йорк сияқты қалаларда, үлкен алаңдарда, таблоларда жарнамаланды. Ал Түркия оппозициясы біразы кітапты күлкіге айналдырса, біраз диссидент журналистер кітапта қалжыңдайтын ештеңке жоқ, керісінше өте дұрыс, маңызды мәселелер қозғалған десті. Біріккен ұлттар ұйымына мүше 200 елдің шешіміне бір дауыстық вето құқығының болуы шынында да дұрыс емес деп қолдады оппозициялық журналистердің біразы. Және кітаптың басты ойы әлемнің кез келген жерінде болатын проблемадан шекараны жауып қойып оқшалану арқылы
ешкімнің құтыла алмайтындығы деген ой көпшіліктің көңілінен шықты. Яғни әлемнің қай жерінде болсаңыз да кез келген проблема сізге де ықпал етеді. Сол үшін әлем болып әділ принциптарды басшылыққа алып дұрыс күресуіміз керек, деді Режеп Тайып Ердоған. Осындай әлемді өзгертуге қадам жасап жүрген, ниет етіп жүрген Режеп Тайып Ердоған бүгінгі әлем ережесін өзгерте алады ма, жоқ па? Жауабын өздеріңіз берерсіздер. Ал менің жауабым иә, әлбетте. Өйткені мынандай жердегі Алланың үйі мешіт дейміз ғой, мешіттерден кейінгі жұмақ осындай кітапханалар болса керек. Осындай керемет кітапхананы өскелең ұрпаққа ұсынып отырған Режеп Тайып Ердоғанның әлем үшін бір ізгілік қадам, әлемнің ізгі қадам жасауға ықпал етері анық, достар. Достар, бұл президент кітапханасында 5 миллионға жоқ кітап бар. Әлем тілдерінде кітап қоры да өте үлкен. Енді осындай ғажап кітапхананы ұсынып отырған Түркия мемлекетіне тек жетістіктер тілейміз. Осындай кітапханасы бар мемлекетті қарабайыр тілде айтқанда жау алмайды, достар. Достар, шынымды айтсам, кеткім келмейді мына жерден. Жылағым да келіп тұр. Күшті, керемет, ұнады. Достар, менің шын ниетпен жасап жүрген еңбегімді бағалап, арнама жазылып, мен түсіретін тағы да басқа пайдалы, қызықты видеоларды күтіңіздер. Бұл әлемді тану, салыстыру арқылы көз жеткізуге болатынына өзім әбден көзім жетті. Сол себепті мен көрсеткен дүниені өзіңіз жүрген ортамен салыстырып, ақиқат қайда екенін, жақсы мен жаманды ажыратуға әбден болады. Түркия Республикасының өнер мен мәдениет саласына орасан еңбегі сіңген аудармашы, жазушы Джемил Мерич мырзаның "Менің орным кітапхана. Мен жарық іздеген, жарық болғысы келген және жарық бергісі келген бір адаммын" деген сөздермен аяқтағым келді. Бұл президенттік ұлттық кітапхананың 33 метр биіктіктегі күмбезінің маңдайына Алақ сүресінің, қасиетті Құранның Алақ сүресінің 4-5 аяттары жазылған екен. Ол жерде ол адам баласына қаламмен жазуды үйретті. Адам баласына білмегенін үйретті деген аяттар түркше аудармасы жазылған. Достар, білімге, ғылымға басымдық берген мемлекеттің болашағы зор, үлкен екені анық. Барлығымыз да білімге, ғылымға, жарыққа ұмтылайық. Ақтеңізден хабар тарқытушы Гүлбақыт. Арнама жазылып, пікір қалдырып, лайк басыңыздар.